Бабамыздың мұнысын сен домбыра, анамыздың сырысын сен домбыра, қазағымның жүрегінен жаралған даламыздың үнісін сен домбыра. Қандай керемет бір әне. Қымбатты телекөрермен, біздің студиямызға бірінші лектінде қонақтары келіп жайғасты. Өзіміздің қазақтың ұлттық аспабын ұлықтап келіп отырған қонақтарымыз келіп жайғасты. Ең алдымен қонақтарымызбен сіздерді таныстырып өтейік. Қалқаев Дәмір Елтайұлы, Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасының облыстық көркемөнерпаздардың халық шығармашылығы мен кино бейнеқор орталығының басшысы. Нұрболат Нығметов, домбырашы. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қайлы күн, көңіл күй жақсы. Бүгін сол кешеден бері шақыратты келсін, сол ұжымға айтып, ақпаратты беріп, енді ақпаратты алып келіп отырмыз. Барымыз айтамыз. Енді Нұрболат бауырымыз өзінің өнерін көрсетеді мінекей. Бұған дейін бір болғанбыз. Домбыра күнінің осы акциясы басталған бетте де бір келіп кеткенбіз. Енді бір қазір енді шегіне шықтық. Сондықтан енді тағы да бір келіп, өзінің өнерін көрсетсін деп бірге алып келдім. Керемет. Мен шашбауымды көтеріп келіп отыр. Қош келдіңіздер қайтадан. Жалпы енді алдағы уақытта өздеріңіз де білесіздер, домбыра күні келе жатыр. Осы домбыра күніне орай бізде күй шеруі акциясы басталған болатын. Осыған тоқталып өтейікші, бұл қандай акция? Бұл енді күй шеру, енді домбыра күніне келетін болсақ, бұл енді 2018-ден бері аталып келе жатыр. Ең бірінші біз осы жерден Назымбек Молдахмет деген бауырымыз осы қазақ ұлттық опера оркестрінің филармонияның Астана қаласында қатысқанбыз. Сол жылдан бастап осы елімізде домбыра күні аталып отыр. Өтеді ме? Әсіресе біздің Қостанай облысы, басқа облыстарға қарағанда бізде бұл жүйелі түрде әр аудан, қала домбыра күніне байланысты әртүрлі өздерінің іс-шаралары бар. Акциясы да бар, марафон да бар, челлендж де бар, оның ішінде байқаулар бар, күйшілер байқауы, сол сияқты концерттер деген сияқты көптеген іс-шара жүріп жатыр. Соның енді биылғы біздің жоспарланған беттерде біздің жоспарымызды облыс әкімінің орынбасары Мұхаммедқали Ринат Закиұлы қолдап, осындай аудандарға хат жібердік. Осылай биылғы жылғы енді біздің осы шаруамыз, акциямыз ерекше болсын, 7000 домбырашы қатыссын деген осындай бір сөз болды. Неге десеңіз, биылғы жылғы өзі 7 айдың 7 күні 7 жұлдызы цифры деген сияқты. Сосын 7-ге таңдап алдық. Арқалықта Барош Абемов деген ағамыз бар. Сол кісі биыл 70-ке толды, жетті ғой енді, 7-нің астын қосып деген сияқты. Сөйтіп 7-ге байланысты, сосын 7-ге сол кісі таңдап берді. Сол кісінің таңдаған күйлерін алып халыққа тараттық. Енді соның барысында 7 күйдің ішінде енді 7 күй саны қалды, бірақ енді әр жерде жетекшілер өздері 7 күйдің ішінде өзгерістер енгізді, бірақ 7 күй деген сан қалды. Сөйтіп енді қазаққа өзі қасиетті сан 7 саны ғой. Сөйтіп осылай келгенде, бірақ енді өздерің білесіздер, төтенше жағдай болды да, біздің оңтүстік өңіріміз өнердің ортасы, Торғай, Амангелді, Жангелді, сосын арқалық қалалары, сосын Қарасу елі. Биылғы акцияға енді жағдайға байланысты балалар көбі қиын жағдайда үйлерінде жоқ, лагерлерда, сосын қиын жағдай болғасын, халықтың жағдайы деген сияқты. Ол аудандар іс-шара өткіземін, бірақ акцияға қатыспайтын болды да, оларды босатып, қалғандары бастап кетті. Сол бірінші болып енді бұйырғаны Меңдіғауыр ауданы 11 маусым күні бастады. Бұның бір ерекшелігі, аудан әкімі өзі сол домбыра күні болады, акция болады деген бастап 2 күй үйреніп алыпты. Сөйледі Мейір Нұрмағамбетов деген домбырашы бар. Сол күнде кешке әкімге барады екен, қол бос уақытында. Сөйтіп біздің Ғабит бауырымызды әкімді үйретіп, 2 күй ойнап, біздің ортамызда бірге отырды сол. Сөйтіп басталған сол күй шеруі айналып Наурызым, Әулиекөл. Сөйтіп қазіргі соңғы мінекей Рудный қаласында болды. 300 домбырашы қатысады деп жоспарлағанбыз, бірақ қысқа жағдай болды. 300 орын дайындап қойған ғой, шаңырақ ретінде былай дайындап. Бір кезде Мұқан Ноғаев деген сөйледі басшының орынбасары мәдениет орталығындағы, соның ұйымдастырушысы, режиссер деген сияқты. Бір кезде ата-аналар келіп отыр ғой, мен балам 7-ге жаттап алды, орындық беріңдерші. Бір мектептің бір мұғалім алып кетті, біздің балалар 7-ге үйреніп алды. Сөйтіп 300-дің орнына 380 бала қатысып, Рудный қаласында бұл 9-шы не болды, байқаметті нүкте болды, осы шеру жалғастырған. Енді ары қаратай жалғасын табады, амандық болса ертең Қарабалық пен Ұзынкөл күтіп отыр. Оның ар жағында Жаркөл мен Қостанай ауданы бар, Сарыкөл мен Алтынсарин ауданы. Сөйтіп 7 шілде күні Қостанай қаласы Тобылдың жағалауында осы күй шеруін аяқтайды. Яғни Қостанай қаласында 7000 домбырашы қатысады, иә? Жоқ, неге солай жоспарлағанбыз. Енді мынау жағдайға байланысты 7000 емес, бірақ енді жоғары жақта аудандар қатыса алды ғой. Биыл енді санына қараған жоқпыз, бірақ енді 7 күйді орындап жатыр. Қатысқанша балалар қатысып жатыр. Бүгіннің өзінде де менде соңғы ақпарат, мінекей 9 аудан мен қала қатысқанда 1500-дей бала қатысыпты.
Алда әлі бізде 7 аудан қала бар. Сондықтан биыл да саны біразға барады дейміз. Бірақ 7-ге орында батыр, ол бір өзі мақсатымыз сол болатын да. Бұрындары жылда іс-шара болған беттерде бізде мысалы Қарабалық былтыр шығып ойнады, 4-ке ойнады деген сияқты. Тағы бар аудан 300 домбыра шығарып, 2-2 ойнаған сияқты. Биыл біз енді күйлердің санын көбейтті. Яғни бала осыған дайындық, күй шеру дайындық барысында 2-3 күй емес, 7 күй үйренсін деген сияқты. Ол күйлердің ішінде неден басқа өзі музыкалық мектеп программасындағы күйлерден басқа Тобол Торғайдың күйшілері болды. Борош Ағайдың күйі кірді, Нұрхан Ахметбектің күйі кірді, Ахмет Байтұрсынның Арман күйі кірді деген сияқты. Сонда жетіскенше балалар орындады, кейбір жерлерде күйлерді ауыстырды. Биыл енді өмірден Әбдімомын Желдібаев атамыз өтті, Ерке Сылқым күйінің авторы. Ерке Сылқым күйін көріп, сол кісінің құрмет ретінде деген сияқты. Сондай бір күйлері болды. Сөйтіп, негізгі мақсат орындалып жатыр. Алда әлі 7 аудан қала бар. Амандық болса, осы күй шеру өзі әдемі шегіне шығып, Тоболдың жағалауында аяқтаймыз деген. Яғни бұл Қостанай облысының барлық аудандарында қамтылады. Барлық аудан қала. Бұл жерде аудан қалалар болған бетте, биыл мысалы Меңдіқара ауданына келетін болсақ, Меңдіқара ауданының өнерпаздары анау домбыра үйірмесі бар жерді бөліп алды. Мысалы Байдос Қожағалиевтің көркемдікші, ол Надеждинка ауылы мен Жангелді ауылын алды деген сияқты. Бір бала Картопресс совхозымен тағы бір жерде алып, сөйтіп бөліп алып, өздері ауылдарға балалар дайындап, көптер қатысты. Красноперес ауылынан басқа ұлттың балалар қатысты. Вика, Лена деген оқушылар өздері домбыраны алып кетті. Ертеңгі болатын Жаркөл ауданында атын ұмытып қалдым, қазір енді басқа ұлттың өкілі экономика бөлімінде істейді екен, акиматта Жаркөл ауданының Федоровкада біздің. Ол да сол домбыраны үйреніп қатысып жатыр. Сосын саксофон ойнайтын бір жігіт бар, атын ұмытып қалдым. Ол да музыкант қой енді, домбыра үйреніп алыпты қазір. Ертең сол амандық болса 27 күн шығады. Сосын Наталья Ермак деген сөйлердің көркемдікші мәдениет үйіндегі енді өзі музыкадан хабар бар, ол да домбыраны қолына алып, яғни басқа ұлттың өкілдері де осы үйреніп жатыр. Сосын айтып кетейік дегеніміз, музыка мектептердің балалары көп көмектесіп жатыр, қатысып жатыр. Сосын біздің өзіміз мектептің де үйірмелерінің балалары қатысып жатыр. Сосын бізде арт спорт деген бар ғой. Соған баратын балалар да көп қатысты. Бұл жерде айтып кетуге болады, Рудный қаласындағы алтын домбыра студиясы. Бұлар бір 100-дей бала шығарды. Яғни осы уақытта соншама бала білім алды деген сөз. Ал енді осы тұста негізінен 7 мыңдай домбырашы қатысады деген сияқты, ол кезде домбырашылардан да іріктеу алына ма? Ол жерде былай болды. Ол 7 мың деген қайдан шыққан бетте, біз аудан қалалардың ақпарат жинаған бетте неше үйірме бар, оны неше бала қатысады деген бетте, содан шыққан сан ғой негізінде. Сосын соған біз байланысты 7 деген содан шыққан сан. Сосын енді 7 күйді орындау деген сөз, музыка мектебінің бағдарламасында қарап алсаң, бала өзі бір жылдың ішінде осыншама күйді үйрене алады деген үйірмеде деген сияқты. Сосын олардың күйлері енді қиын емес, тепенко, келіншек сондай күйлер бастаңғы. Сөйтіп содан шыққан нәрсе ғой 7 мың деген. Биыл енді 7 мың домбыра шықпағанмен де, бірақ енді аудандарда қарап отырсақ, домбыраға үйірмесіне келетіндер саны көбейіп, тіпті арқалықтың өзінде мұғалімдер айтады, мектептерге барып балалар шақыратынбыз, үйірме жазылыңдар деген сияқты. Енді орын болмай жатыр дейді. Анау жазылатын уақыт ашылады ғой, осы уақытта домбыра қабылдаймыз деген беттерде ата-аналар аңдып отырады екен, қазір не жазылады ғой, компьютер парсаларға жазылады ғой, сосын күтіп отырады екен домбыраға жазылу үшін. Неге десең, орын аз, 20 орын береді, 30 орын береді, әр ауданға әртүрлі ғой. Сондай бір разнарядка болған беттерде күтіп отырады екен. Сол қуантатын жағдай. Сосын енді осы 7 мың деп қойған беттерде оның енді бір пайдасы болды. Аудандарда бұрында енді 50 домбыра, 100 домбыра болатынды. Енді кейбір аудандар домбыра жетпей жатыр. Мысалы Сарыкөл ауданына жуырда 50 домбыра алды. Алтынсарин ауданына тағы қосымша 30 домбыра алды. Негесең, ойнайтындар саны, қызығушылық саны көбейіп жатыр. Бұл енді біздің бір мақсатымыз осы, домбыра ойнаушылардың саны көбейсін деген сияқты. Бұл негізі қайдан шыққан? Мынау Арқалық қаласында әкім білесіңдер ғой, Әмірхан ағалардың мекен. Сол енді осындай бір әңгіме біліп отырыңдар. Неге Амангелді ауданында бір әкім болып жүрген бетте, ол кісі ол кезде Амангелді ауданында әкім болды. Бір елге қонаққа барады, қазақтың ауылына қонаққа барады, Торғайдың ортасында деген сияқты. Сосын үйдің иесі айтты, қазір бізде бір домбыра айтатын балалар бар, соны шақырып келейін. Бір енді қонаққа бір ән орындап берсін деді. Енді барса ана бала ауылдан кетіп қапты. Сосын басқа жоқ па деді, одан басқа ауылда домбыра ойнайтын ұстайтын адам жоқ деген ғой. Соған бұл кісі таңғалған, қалай енді қазақтың ауылында, Торғайдың ортасында осындай бір ауылда бір домбыра шықпады. Содан өзіне ойын алғанда келе сала осыны қолға алған. Сөйтіп ол кісінің естіген шығарсыңдар, әр үйге бір домбыра деген акциясы болды ғой. Өзі бірінші бастап, оның қасында қарамағын артып, сөйтіп
бірінші бастады. Сөйтіп Амангелді ауданы бірінші рет Гиннес рекордтар кітабына кірді ғой. Бірінші біз 500 домбыра шығарды, біз бірге көмектескенбіз, сол кезде бірге жұмыс істедік. Келесі жылы 1000 домбыра шығарып, рекордтар кітабына кірді. Оның өзінің сертификаты бәрі бар. Сосын бұл кісіні Арқалыққа ауыстырды ғой. Арқалық әкімдігі осы істі жалғастырды. Арқалық қаласы енді қаланың аты қала, деңгейі жоғары деген сияқты университет бар, колледждер бар деген сияқты мектептер бар көбірек ішінен. Сөйтіп ол жерде бұл 1500 домбыра шығарды бұл кісі. Сондықтан мынау домбыра деген беттерде Қостанай өңірінде осы домбыраны қасиетті, домбыраны құрметтеу, дәріптеу, балаларға несін деңгейін көтеру деген беттерде осы кісінің бір айтып кететін бір несі еңбегі бар деген сияқты. Сол сияқты мұндай әкімдер бізде Құдайға шүкір көп. Әулиекөлде Жанболат деген бауырымыз, мынау Меңдіқарада Ғабит Кеше бауырымыз өзі шығып әкім балалардың ортасына кіріп отырды. Ана жұрттың бәрі қарап отыр. Әкім домбыра емес деген сияқты. Енді ол кісіні үйреніп қалған ғой, шаруашылықтың адамы деген сияқты. Сондай не бар. Сөйтіп бізде осындай кеше Қамыстың әкімінде өзі келіп етіп ақсақалдар батасын беріп жатыр. Осы келіп Қамыстыға Желобаев деген Ерлан бауырымыз осылай домбыраға көңіл бөлді деген сияқты. Ол енді Қамысты деген бір шеткер аудан ғой енді кішкене. Бұл жерде бізде мәдениет ошақтары да аз деген сияқты. Соның өзінде де халықты шақырып осылай. Сосын биылғы шерудің есінде біз енді тәрбиелік мағынасы болсын деген сияқты ақсақалдар шақырып жатырмыз. Оларға батасын беріп жатыр. Кеше сіздердің әріптестеріңіз барды ғой, енді Меңдіқарада болды, мінекей үлкен елдің ағалары жастарға батасын беріп жатыр. Ана Исаковта бір қызық болды. Бір Басқұлттың апайы Надежда Гуд деген ғой деймін, Қызылордадан келген кезінде екен, өлең шығарады екен. Сол сахнаға ұмтылып, не болды десем, говорит, я, говорит, сочинила, говорит, стихи про домбыру, хочу прочесть, говорит, мне не пускают. Как, говорю, все, сахнаға шығарып, ол кісі бір кезде былай жай киіммен жасап, сол жерде сахнаға шығып өлең айтып тұрған қыздардың біреуінің несін киім үстіне жаба қойып, ол кісі сахнаға шығарып жіберіп, ол кісі домбыраға күніне арналған өзінің өлеңдерін оқып берді. Осындай бір нелер шығып жатыр, осындай бір қуантатын жағдай шығып жатыр. Әкімдер шығып жатыр сахнаға, Басқұлттың өкілдері 76 кісі өзі өлеңін оқып жатыр. Үлкен ақсақалдарға батасын беріп жатыр. Сол себептен біздің мақсатымыз енді орындалып жатыр деп ойлаймын. Яғни кешіру акциясының басты мақсаты да осы, иә? Осы тарту, насихаттау деген сияқты, домбыралықтар тәрбиелеу жастарды деген сияқты. Енді қолына домбыра ұстаған бала жамандыққа бармайды деп ойлаймын. Домбыраның тарихын қарайды, домбыра арқылы біздің қайғымызды, қасіретімізді, қуанышымызды бәрі жеткізген ғой мінекей. Мына Ерке Салқын күйінде бұрындар енді телефон қуып ойнайтынды. Әлемдер бір балаларға айтып алсам, олар былай түсініп жатыр уже. Бұл негізінде олай ойнамайды екен, ақырында ойнайды екен сияқты, жылдамдығы деген сияқты. Қалай шыққан, ана ақсақал кезінде бір кісіге ғашық болады. Бірақ енді ол кісі арасында жағдай болмаған ғой енді. Ол кісі қарамай қойса, басқа бір сүйгені бар шығар деген сияқты. Сол кісіге шығарған күй ғой. Сонда балалар енді күйге қызығады, тарихын білмейді екен. Әулиекөлде мысалы күйлерді хабарлаған бетте жүргізуші соны айтты. Тепенкөк күйдің тарихы, мына күйдің тарихы қалай шыққан деген сияқты. Ол да халық соны естіп отыр. Солай екен ғой деген сияқты. Яғни бұл күй шеру акциясының биылғы берген өте көп болды. Бұрындарда болатындай. Биыл біз тереңдеп кеттік кішкене. Сондықтан менің әріптестерімнің мінекей осы домбырашылардың, осы домбыраны қолынан жігіттердің биыл еңбектері жанды деп ойлаймын. Енді кішкене қалды, соны жасақ, алып шығамыз. Нұрболат, енді өзіңіз осы күй шеру акциясының белсенді қатысушыларының бірісіз бе? Осы тұста қандай күйлерді орындауда, жалпы акцияға қосқан септігіңіз қандай? Қандай күйлерді орындадыңыз? Енді біз айтып жатырмыз, аудандарда осы жалғасын тауып жатыр деп. Қай аудандарға барып осы күйді орындадыңыз? Әлде алдағы келе жатқан 7 шілде күні осы тобы төрінде орындайсыз? Бұл жерде былай ғой, бізде мынау облыстық осы жобаны маман ретінде бағдарлама жобаның жетекшісі Мұрат Хамитов деген облыстық филармонияның бірінші домбырашысы, ол осы жерде болды деген сияқты. Ол осы жерде осы күй шеруіне дайындалар кездерінде бір 12 шебер сабағын өткізді. Яғни біз аудан қалалардан күйшілер жинап бірінші басталар кездерінде күйлер таңдаған бетте қалай ойнау керек. Негізі әр күйдің өзінің бір вариант, екі нұсқалары бар. Мысалы Тепенкөктің 2 нұсқасы бар, әртүрлі ойнамеке. Сол Мұрат Хамитов сол жетекшілермен келісіп бір нұсқасын таңдап алды деген сияқты. Сосын Федоров, Ұзынкөл, Меңдіқара, Рудный қаласына, сосын жердегі Әулиекөлге өзі барып шебер сабақ өткізді. Мұрат Хамитов біздің орталықтың маманы, домбырашы. Содан кейін әр негізінде ақпан айында, наурыз айында әр сенбі сайын
сайын өзі орталықта есікті ашып қойып, кімге сұрақтар бар келіп, домбырашылар келіп үйретті өзі. Жүрмеседі. Ал Нұрболат енді осы сол Мұрат ағасының өзін жалғастырып, осы күйлерді шебер орындап жүрген мінекей мықты орындаушылардың бірі. Жетісігін амандық болса, Тобылдың жағалауына мен бірге барып домбыра ойнайды. Бұл күйлер енді Тепенкеу, Келіншек деген сияқты бұл жігіттердің деңгейін әлі де, бұл оқушылардың деңгейінде ғой, жаңа үйреніп оққандар деген сияқты. Қазіргі алып келген күйлердің бірі биыл Қазанғаптың 170 жылдығы, сондықтан бұл өте күрделі техникалық жағынан сияқты. Сол Қазанғап атасының бір әдемі бір күйін алып келіп отыр. Соны орындап берсе қазір. Біз эфирдің соңында сіздерден қонаққа да сұраймыз. Бұл кезде орындап берсеңіз. Нұрсұлтан Нұрболар еді. Аға жаңа өзіңіз айта қалдыңыз, біз Рудный қаласынан 300 домбырашы шығарамыз деген секілді. Жалпы енді әр аудандарға белгілі бір сан бересіздер ме? Осындай домбырашы шықсын деген секілді. Ондай болды. Өз қалауы ма? Біздің жоқ, онда біз былай болды ме? Біз әр ауданды былай зерттедік, сараптама жасадық қой. Сол кезде білдік, ол ауданда 5 үйірме бар деген сияқты, онда үйрі бала қатысады деген сияқты. Содан кейін музыка мектебінде домбыра сыныбы бар деген оған 20 бала сөйтіп келген беттерде, мысалы, енді Қарабалықта алатын болсақ, былтыр 200 домбырашы Қаныбек Али деген біздің бауырымыз, үйірдің мәдениет үйінің директоры, басшысы, өзі домбырашы, термеші, жан-жақты жігіт, өзі былтыр 200 домбырашы шығарды. Енді биылға кішкене көтеріп бердік. Қында стимул дейді ғой, талпынады халық мінекей. Биыл былтыр 200 шығарсам, биыл 250 шығарамын деген сияқты. Сөйтіп болды мінекей. Рудныйдың өзі былтырлары 100 солай шығарып жүрген 150 деген сияқты. Биыл музыкальный колледж бар деген сияқты, анау арт спорт бар, тағы басқан қарастырып келдік те 300 деп қойғанбыз да. Енді 380 болды. Оған біз қуанбасақ есеміз. Яғни былай да көбірек бермек, олар одан да көбейіп кетті. Мектеп жақсы болды. Сол сияқты онда жақсы жеткендер бар енді. Сарыкөлде былтырлары былай өздері деңгейін шығарып жүргенде, биыл да енді көбірек шығарамыз деп отыр мінекей. Ана күні ғана Қызылордадан сапасы жақсы 50 домбыра алыпты. Қолым отыр. Бұл жерде бір айтып кететін жақ, биылғы жылдарда мінекей іс-шара барысында біз есеп кеткен беттер қарап отырмыз. Бізде аудан әкімдері, орынбасар өздері қатысып жатыр. Өздері құттықтап, қарап, жағдайларын жасап деген сияқты. Неге сен қаражат керек, домбыра алу керек. Сосын балалар бәрі біркелкі киініп жатыр. Кеше Лисаковск қаласында болдық, бәрі осындай бір жасыл түсті болса, Бейімбет Майлин келді, олар аппақ деген сияқты. Рудный қаласы аппақ деген сияқты. Әркім өздері, кім Сарыкөл енді аудан айтпаңдар дегенде, олар ұлттық нақыштап тігіп жатыр нелерін, киімдерін оларға. Ертең ол киімдер керек те болады. Сосын енді ертең неге шыққасын 300 домбырашы бірде кеше Рудный қаласында ойнап жатырмыз. Бәрінің бас киімдері бәрі бар деген сияқты. Ана жерде суларын дайындап қойған ата-аналар тұр, жетекшілер жүр, қала әкімінің өзі тұр, қаланың әкімінде, кім үйінекеде ол да қолдап отыр деген сияқты. Осындай бір жаңа бір леп кетті. Сол себепті келесі жылы бұдан да күрделі отырып, келесі жылы енді санды енді болғанда болар, келесі сапасына көбірек қараймыз. Оған қарағанда кішкене күрделі күйлер береміз балаларға. Сонда басқа облыстарға қарағанда, мен әріптестерім басқа облыстармен хабарда боламын ғой. 7 шілде күні бүкіл облыстарда іс-шара болады енді. Бізде де болады, әр ауданда болады, концерттер болады, кездесулер болады деген сияқты. Бізде Күнбірлі Қоңыр домбырлату облыстық күйшілер байқауын дайындап жатырмыз. Оған бізге талап Қамзин деген Ақтөбе облыстық филармониясының бас домбырашысы келатыр. Қатылар алқасының несі болады. Қазанғаптың осы күйлерін ойнайтын Айшын Тоқтағановтың шәкірті келатыр мінекей. Осы іс-шара болады ғой. Басқа облыстарда концерттер болады. Бірақ біз сияқты бұлар жаппай аудандар осы 150 домбыра деген орда ондай болып жатқан жоқ. Яғни Қостанай осымен кішкене биікке тұрмыз. Яғни жыл сайын өсім бар, иә? Өсім бар жылда, иә. Мен өз домбырашы болғасын маған кейде сөйтіп айтады. Баяғыда күйшілер байқауын бірінші отырған Назымбек ағаң айтатын деген. Дамир өзі Тәттімбет мектеп бітіргесін шертпеге кіргізіп жатыр деп. Бізде күйшілер байқауында 4-ке 4 түрлі. Төкпеге, шертпеге, сосын Тобыл-Торғай композиторынге Ахмет Байтұрсыновтың 4-ші биыл Қазанғаптың 70 жылы болғасын Қазанғаптың күйін кірдік. Яғни байқауға қатысушы 4-ке дайындайды, 4-ке 4 түрлі. 4 түрлі техникері дайындық керек мінекей. Яғни ана келген бала ол 4-ке дайындап келсе, ол 1 жыл бойы аздығы қандай да осы концертте ол 4-ке орындап береді деген сөз ғой. Сондықтан біздің осындай бір ерекшеліктеріміз бар. Енді Нұрболат, сіз осы акцияға септігіңізді тигізіп жатырсыз, балаларды да дайындап дегендей. Балалардың деңгейі қандай, қызығушылығы қандай өзіңіздің тұсыңыздан? Мен өзім лицей сабақ беремін балаларға. Және филармонияда қазақ оркестрінің жұмыс жасаймын. Марқұм Назымбек Молдахмет ағамыз құрған. Және сол кісі құрып біткен ансамбль жұмыс жасаймын Ақжеленден. Енді барынша үлгеруге тырысамыз енді. Үш жерде істеуді оңай емес енді бірақ өзім балаларға сабақ беру жөн көрдім. Өйткені бала 7 жасынан келгеннен кейін айтады ғой енді
кірпішін дұрыстап қалап беру керек та ол балаға ары қарай алып кету үшін. Кейбір көп бұрын мысалы андай жағдай көретінбіз. Балалар өсіп қалған келеді, бірақ енді кішкене нашар болып тұрады, дұрыс қолдар қойылмаған, бізде онда бір жұмыс қатты атқарылмаған екен, сондай білмеймін. Қазір енді балалар өсіп келе жатыр, өйткені конкурсқа барсаңыздар да, өзім арасында жаңа не деп отырамын, қазылар алқасында, сол кезде балалар көремін. Кәдімгі біраз балалар қатысады, кімге берерін білмейсің, бәрі бірінен бір қалыспай. Бәсеке. Иә, бәсеке негізінде. Ол деген жаңағы еңбек жасалып ақталып жатқан деген. Енді өзім былтыр Көкталға бардым, мастер-класс бердім, шеберлік сағатын. Бір бұйырды маған. Ол жақтың енді ауылдың балалары ғой, бір жақта кішкене бірада жұмыс жасау керек, бірақ енді бәрі талантты ауылдан шығады, өзіміз ауылдан шықтық. Қазір жағдай жасалып жатыр, әлі біраз шарықтайды деп өзім сенемін. Өйткені қазір өте жақсы, біздің Қостанай облысының жақсы тек қана өнер көрсетпес, жақсы былай айтқанда результат көрсетіп жатыр да негізінде. Енді бұйырса алда 7-ші шілде бар, бұйырса жақсылап аяқтаймыз деп отырмыз. Жыл сайын біздің неміз ғой, міндетіміз. Бұйырса жыл сайын бір жақсы бір деңгейге шығамыз деп сенемін өзім. Ал енді осы 7 күйдің арасында қай күйге көбіресе балалар ұнайды деп қызығушылығын танытып жүреді? Осы 7 күйдің арасында танытып. Өзім енді мен лицей сабақ берген балаларға. Балалар көбінесе менде енді төкпе күйді сұрайды көбінесе. Енді шертпе енді оңай емес, өйткені шертпеге келу үшін кішкене домбырамен таныс болған техникасын өсіріп жаңағындай. Бірден шертпеге, және оны енді шертпеге кішкене философиялық түрде де кішкене оңай емес. Түсіне бермейді да балалар. Жан тепенгі 2-3 рет қайталанады келеді, шертпеге де ондай жоқ қой мысалы. Сондықтан көбінесе жаңағы бізде төкпеге сұрайды. Бірақ енді кішкене төкпеге жатқызып үйреткеннен кейін, сосын бізді енді шертпені үйретуге тырысамыз енді. Тек қана төкпен шертпе ғана емес, жаңа қазанғаптың күйлері бар, өзіміздің жаңа заманауи күйлерімізді де, тобыл-торғай күйлерімді үйретуге тырысамыз балаларға. Бауыр жақтайып күйін бәрі ойнайды қыз балалар. Қай күйлер? Алаш аманат деген. Сол кезде балалар жақсы ерлі ойнайды прямо. Тек балалар емес, үлкен кісілер негізінде. Әрине бұл үлкен қуаныш, себебі өзіміздің ұлттық аспабымызға жастардың бір қызығушылығын артып келе жатқаны. Ағай, жаңа өзіңіз де айта кеттіңіз, енді күй шеру акциясына толығырақ тоқталып отырмыз. Жалпы осы күй шеру акциясы тек біздің облыста ғана ұйымдастырылып жатыр ма, әлде басқа да облыстарда да қамтылып жатыр ма? Республика бойынша көптеген шара жүріп жатыр енді. Осындай күй шеру акциясы біздің облыста ғана жатыр. Өзі былтырларда болатын да, биылда мінекей. Былтырлар бірақ атау емес, әркім енді өзі осындай бағдарламаға кіргізіп, бір топпен бірдей күй ойнап деген солай болғанда. Биыл енді бәрін бастарын қостық қой мінекей. Сондықтан біздің Қостанайдың бір енді ерекшелігі биылғы осындай бір акциямен өзіміздің қасиетті домбыраға көңіл бөліп отырмыз, сөйтіп құрметтеп отырмыз. Енді облыс әкімшілігінің қолдап жатса, аудан әкімдері өздері домбыраны қолға алып жатса, кеше Медағранаттың өзі домбыра сатып алыпты, кабинетін домбыра тұр. Ол енді ертең ол кабинетке кірген қандай бір қара көз болса даған қарап, әкімге деген өзі көзқарасы басқаша болады ғой. Деген сияқты. Мысалы менің кабинетімде 2 домбыра тұр. Маған кіргендер қайтадан домбыра шеккен бірден білет деп қойды. Енді әкімнің кабинетінде домбыра тұр деген өзім ойлаймын, өте деген сияқты. Әсіресе бұл жерде айтып кетейін дегенім, осы 2-3 әкімді, әсіресе Әмірхан Бекенұлы мінекей, Арқалық қаласының әкімі, бұл кісіге ерекше құрмет болған. Ол кісіге осы өнерде жүрген күйшілердің атынан бір басымыз иеміз, домбыра ұстап жүрген қазақтың атынан. Яғни сол кісі бастап берді десек те болады. Ол кісі осының идея сол кісі айтқанда, мен ол кісінің ойы былай болатын, Қонысбай ағайдың айтысы болды ғой. Сол айтысты бәрін бір апталық ретінде бастап, сол жерде ол кісі биылда Арқалық қаласының 2024 домбыра шығарамын деген дайындығын бастап кеткен, домбыра бәрін алып, киімін алып деген сияқты. Мына тосын жағдайға бола бәрі кейінге шегеріліп қалды ғой. Бірақ соның өзінде де Арқалық қаласы ертең 5-ші шілде күні 300 домбыра шығарамыз деп отыр. Домбыра күн атап өтеді. Амангелді, Жангелді шығады өздерінше қазір жағдайына байланысты. Сол себепті бұлар шеттен қалмайды, бізден бірге.
Керемет. Жалпы енді өте жақсы сұхбат болды. Домбыра туралы, жалпы күй шеру акциясы алдағы уақытта қандай іс-шаралар болатынын тағы да бір біліп алдық, иә. Енді біздің дәстүріміз бойынша біз келген қонақтарымызды құр қол жібермейміз. Сондықтан да бір өздеріңізден бір қонақ кәде болса. Ал ұрпыстан бар. Енді жаңа ағамыз айтып кетті ғой, енді Қазанғаптың 170 жылда болып жатыр бізде. Әлі тойланады бұйырса, бұл кісі ұмытылмайды. Үлкен біраз күйлер қалдырды. Енді бұл кісінің күйін өзіме бір жақын, жаныма жақын бір күйін орындап бергім келеді. 17 жасар Балжан қызды. Енді бұны орындамас бұрын кішкене тарихын айта кетсем. Бұл күйді жалпы енді Қазанғап өзі Қойшының ауылынан жаңағы отбасына дүниеге келген кісі ғой енді. Сол кісі былай айтқанда бала кезінен бастап қой баққан кісі болған екен өзі. Сол кезде домбырасын тастамай өзі үйренген. Өйткені неге десеңіз, қазір ойнаған кезде Қазанғаптың күйлері ешкімге ұқсамайды. Қағыстары да, ритмдері де өзін жаңа саз жүреді да. Ол кісі енді 1880 жылдары жаңа Қарақалпақ ауылына барады екен Қазанғап атам. Ол кезде Қазанғап атамыздың жаңағы өзі бір дүркіреп тұрған кезең екен. Ол қалай дүркіреп тұрған, ол кісінің барлығы таниды екен ол кезде. Қай ауылға барса да ат мінгізіп шапан кигізеді екен. Бұл кісі күй тартқанда кәдімгі кештен басып таңға дейін тартады екен. Сол кезде халық тыңдайды екен. Жаңа Қарақалпақ ауылына барып, жеріне барып еліне. Сол кезде Уәли деген байдың үйіне қонаққа келеді екен. Сол кезде келсе, жаңа Балжан деген бір қызбен танысады. Сол Уәли байдың ең кіші баласы қызы сол жаңағы Балжан екен. Сонымен танысқанда, енді бірден танысқанда ұнатады екен сол қызды. Бірақ ол кезде енді сол қыздың 6 ағасы бар екен. Ең соң кішісі жаңағы еркесі сол Балжан болған екен. Жаңа 6 ағасы да жаңа біздің Қазанғап атамызды қонақ жайып күтіп, кәдімгі таңның кешкен күй тыңдап, жаңа шапанын кигізіп, ат мінгізіп шығарып саларда енді жаңағы Қазанғап атамыз ғашық болып қалған ғой енді жаңа Балжанға. Балжанды кішкентай болса да жасы 17 жаста бір ғашық сезімдері болған екен сол кезде. Енді кететін уақыт болады екен Қазанғап. Сол кезде енді кетер кезде қимастықпен жаңағы бір 17 жасар Балжан қыз тартып берген екен домбырасын. Сол кезде енді бұйырса келем деген сияқты ғой, енді ұмытпа деген сияқты домбырамен жеткізген екен. Сол күйді өзін орындап бергім келіп отыр. Ол күйді Алматы қаласында консерватория оқыған кезде Абдулхамид Райымберген ағамыздан өз қолынан үйренген. Сол күйді орындап берейін.
бауыржан қыздың жүріс тұрысын бәрін салып отырған ырғағын бәрін келтіріп. Шынымен де өзге күйлерден бір ерекше екен, иә? Енді біздің тағы да бір дәстүріміз бойынша, енді жалпы көрермендерге айтарларыңыз болса, алғыстарыңыз болса, сәлем жолдағыларыңыз келсе, біздің екінші камера сіздер үшін ашық. Жақсы, енді айтайын дегенім, алда бізде аудандарда, мана айтып кеткен Ұзынкөл, Қарабалық, Жаркөл, Қостанай ауданында, Сарыкөлде, Алтынсарин ауданында және Қостанай қаласында осы күй шеру акциясының жалғасы болады. Сондықтан бүкіл осы ауыл тұрғындарын бәрін шақырамыз, келіп, осы жас домбырашылардың өнерін тамашалап қолдап жүргендер. Мына енді музыкант ретінде кім айтады, Нұрлыбек Неке, алдында көрермен толып отырса, сен арқаң бір қозып домбыра ойнаң деді. Сол сияқты ол да бір қолдау бізге. Және осы бүгінгі сәтті пайдаланып, бізді қолдап жүрген аудан қала басшыларына рахмет деймін. Осы біздің жобаны, домбыраның жобасын қолға алып қолдаған біздің Арен Закиловна көп рахмет деймін. Біз Мұхаммед Қали облыс әкімінің орынбасары және біздің Қостанай мәдениет басқармасының басшысы Атамұрат Құралай Бүркітбайұлы. Ол кісі де бізді қолдап, осы аудандарды тең сияқты істеңіздер, жасаңыздар деп қолдап отыр мінекей. Осы азаматтарға осы бүгінгі студиядағы эфирді пайдаланып алғымыз айтамыз. Және қай жерге бармасақ та осы Қостанай телеарнасы бізге Меңдіқарағанда бірге барды. Қашанда ақпараттарды беріп отырсыңдар. Сіздерге де көп рахмет. Осылай өнердің туын бірге көтеріп, бірге жүрейік. Сау саламатта болайық. Енді тағы бір еске түсіріп алайық. 7-сі күні сағат нешеде болады? 7-сі күні сағат нешеде біз қосымша хабарлаймыз. Қазір ауа райына байланысты отырды. Негізінде кешке 7-ге қойып отырмыз. Сол 6-7-ге қаратай қойып отырмыз. Кішкене халық не деген сияқты жағалауға жиналып демалу деген сияқты. Бірақ ауа райына байланысты ол өзгеруі мүмкін. Қосымша хабарлаймыз. Сондықтан ақпараттық желіні Культура Қостанай деген бар, соны қарап отырыңыздар. Жақсы, Нұрболатыңыздар, өзіңіздің сәлеміңізді жолдағыңыз келсе. Мен енді ауылдағы жаңа отбасыма сәлем жолдаймын. Ой, бәрекелді. Және де жаңа ағамда айтып кеткенде енді бұйырса 7-сі күні көрсеміз, Құдай қаласа. Кешке қойып жатқан себебім енді халық енді жұмыстан кейін кешкі бір демалсын деген қой енді. Және күнді ыстық жаз кезі бізге де ыңғайлы болады кешкі ойнау. Бұйырса енді ағама рахмет айтамын, мені тастамайды, бізді қасыма алып жүреді. Сол барлықтарыңызға рахмет. Алда біраз жұмыс жасаймыз деп сенемін. Біз де сіздерге алғыс айтамыз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп, біздің бағдарламаға келіп сұхбат бергендеріңізге алдағы уақытта табыс тілейміз. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер дейміз, және алдағы уақытта осы келе жатқан домбыра күнімен сіздерді де шын жүректен құттықтаймыз. Тағы бір ерекшелігі, рахмет аға. Биыл осы домбыраны енді хабарласып кетіп, мен Алматыдағы немерем Жанел Қалқаева деген бір күні хабарласады, ата, ты мне домбыру купишь, не есің? Я хочу на домбыру записаться деп қояды. Сөйтіп домбыраға жазылып, ол да қазір енді немерем домбыраға барып жүр. Сондықтан келеатқан домбыра күні, ұлттық домбыра күні құтты болсын, бірге болсын. Иә, қымбатты телекөрермендер, осындай бір керемет сұхбат болды. Бізге көңіл бөліп, уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет.